Сәлем достар, сендермен бірге мен Эпилка. Бүгін біз Құлпынайдың суретін акварель бояуымен салатын боламыз. Жақсылап жайғасып отырыңдар да менімен бірге суретті қайталап салып көріңдер. Сурет салуды бастайық. Бірінші біз акварель бояуының ішінен қызыл түсті таңдап алып, соны ашық қылып қағазға жағамыз. Сосын жапырақтарын ашық жасыл түспен бояймыз. Ал Құлпынайдың көлеңкесін бояу үшін қызыл мен көк түсті араластырып, ашық қылып қағаз бетіне жағамыз. Сосын Құлпынайдың үстінен қою қызыл түспен екінші қабат бояуды жүргіземіз. Дәнектердің орындарын қалдырып отырамыз. Көлеңкесі бар жерлерді бояймыз. Жапырақтарының көлеңкесін қою жасыл түспен бояймыз. Ақ түске сәл қызыл түсті араластырып, Құлпынайдың ашық жерлерін бояймыз, дәнектердің орындарын қалдырамыз.
дәнектердің орнын қою қызыл түспен бояп шығамыз. Құлпынайға жарық түсіп тұрған жерлерді ақ түс пен қызыл түсті араластырып боядым. Сосын Құлпынайдың бетіне түсіп тұрған қатты жарық жерлерді ақ түспен ғана боядым. Достар, мен Құлпынайдың суретін салып болдым. Құлпынайдың суреті қалай шыққанын комментарийге жазып кетсеңдер болады. Мен міндетті түрде оқимын. Басқа сұрақтарың болса комментарийге жазып кетіңдер. Инстаграм, басқа да заттар описанияда. Сау болыңдар, келесі кездескенше.